Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен аяла тәттілері. Бүгін осындай өте дәмді баклажаннан тағам жасаймыз. Бұл тағам жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен баклажанымызды жақсылап жуып, қабығын осылай ашып алсаңыздар да болады. 4-5-ке бөліп, үстіне суды құйып, 1 столовый ложка тұзымызды салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол кезде біздің баклажанымыздың ащы дәмі кетеді. Баклажанымыздың ащы дәмі кеткенше еттерімізді қуыра береміз. Етімізді ұсақтап дәл осылай турап. Қалған барлық көкөністерімізді дәл видеодағыдай турап шығамыз. Қызып тұрған табаға майымызды молдау құйып, жақсылап қыздырып етімізді саламыз. Етіміз жұмсарғанша, жақсылап суы тартылғанша қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымыз қып-қызыл қуырылғанша помидорымызды салып, артынан сәбіздерімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Жарты ас қасық томат салуды ұмытпаңыздар. Қызарғанша жақсылап қуырып, үстіне су құямыз. Суды өте көп мөлшерде құймаңыздар. Жарты стакан құйсаңыздар жеткілікті. Бетін жауып, 35-40 минутқа бұқтырып қоямыз. Сол кезде етіміз жұмсақ болады. Біздің баклажанымыз дайын болды. Жақсылап турап аламыз. Піскен етіміздің үстіне тәтті бұрыштарымызды саламыз. Үстіне баклажанды салып, жақсылап қуырып аламыз. Өте көп қуырмаңыздар, 5 минут қуырсаңыздар жеткілікті. Баклажанымыздың үстіне картошкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне дәмдеуіштер, тұз салып, бұқтырамыз. Бетін жауып, картошкамыз піскенше 10-15 минуттай бұқтырып аламыз. Міне достар, біздің баклажаннан жасалған тағамымыз дайын болды. Өте дәмді, сочный тамақ болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.